Бүткіл әлем күнәға бататын түні, сен де, мұсылман бауырым, соларға қосылмақшысың ба? Арақ жоқ бастысы, шырша жоқ, музыка жоқ деген сылтаулармен сол түнді де сен дәріптеп жатсың ғой, құрметтеп жатсың ғой. Алланың қанша тыйым салған нәрселер жасалмақшы сол түні. Қанша зина, қанша арақ, қанша шарап, адам өлімі. Ал сен болса, соларға жей қарап, үйде шай ішіп, тортпен шай ішіп отырғың келеді. Бұл не деген надандық? Сен олай өз-өзіңді алдама, бауыр. Алла Тағала бір күнә істелсе, бір зина істелсе, аспан мен тау жарылып кете жаздайды. Ал мыңдаған күнәлар істеледі. Ал сен соларға қосылмақшысың. Бірге солармен өткізбекшісің сол жанашылды. Ойла.